Сәлеметсіздер ме, тіл сүйер қауым. Мен Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Шоғын-Мұңалу атындағы номер 5 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Нұржанова Алия Жалғасбайқызы. Біз бүгін өздеріңмен синтаксис саласын бастағалы отырмыз. Осыған дейін сендер фонетика саласында тіл дыбыстарын меңгерген болсаңдар, лексика саласында сол дыбыстардан құралған сөздердің мағыналарын ұқтыңдар. Ал морфология саласында сөздің құрамы мен сөз таптарымен таныстыңдар. Ал бүгін біз синтаксистің зерттеу нысанын және сөз тіркесінің сөйлемдегі алатын орны туралы нақты түсінік алатын боламыз. Синтаксис грекше құрау, біріктіру деген мағынаны білдіреді. Яғни сөз тіркесі, сөйлем, олардың құрылымы мен түрлерін, сөйлем мүшелерін қарастырады. Қазақ тілі синтаксисі үш салаға бөлінеді. Сөз тіркесі синтаксисі, жай сөйлем синтаксисі және құрмалас сөйлем синтаксисі. Бұл салалар бір-біріне тәуелді, өзара шарттас, тілдің синтаксистік жүйесінің жеке-жеке элементтері болып келеді. Сонымен синтаксис сөз тіркесінің, сөйлемнің грамматикалық сыр-сипатын зерттейтін ілім болып табылады. Сөз тіркесі жеке сөздер өзара мағыналы, грамматикалық жағынан белгілі синтаксистік топ құрайды да сөйлем мүшесінің қызметіне енеді. Кез келген екі сөзді тіркестіріп айтып, сөз тіркесін құрауға бола бермейді. Бір-бірімен мағыналық байланысы бар сөздер ғана тіркесіп, сөз тіркесі деп аталатын синтаксистік топ құрай алады. Сонымен кемінде толық мағыналы екі сөзден құралып, бірі екіншісіне сабақтаса, яғни бағына байланысқан сөздер тізбесін сөз тіркесі дейміз. Енді сөз тіркесінің айрықша белгілеріне тоқталар болсақ, бірінші, сөз тіркесі кем дегенде толық мағыналы екі сөзден тұрады. Сөз тіркесі өзара грамматикалық тәсілдер арқылы бірі екіншісіне бағына байланысады. Сөз тіркесінің бағыныңқы және басыңқы сыңары болады. Сөз тіркестерінен сөйлем жасалады. Сөйлем ішіндегі сөздердің әртүрлі байланысуына қарай сөз тіркесі еркін сөз тіркесі және тұрақты сөз тіркесі болып екіге бөлінеді. Еркін сөз тіркесінің аты айтып тұрғандай, құрамындағы сөздерді өзгертіп айтуға болады, орнын ауыстыруға болады. Мысалы, көрікті деген сөзді бірнеше сөзбен тіркестіруге болады. Көрікті адам, көрікті жігіт, немесе көрікті қыз, көрікті табиғат. Еркін сөз тіркесінің құрамындағы сөздер бағыныңқы сөз және басыңқы сөз болып бөлінеді. Басыңқы сөз дегеніміз тіркес сөздің мағынасын нақтылап, даралап, сипат беретін бірінші сөз. Ал басыңқы сөз дегеніміз сөз тіркесін жасауға тірек болатын екінші сөз. Мысалы, әдемі киіну. Бұл жердегі басыңқы сөзіміз не істеу киіну болып тұрса, бұл киіну сөзін нақтылап, даралап, сипаттап тұрған сөз әдемі қалай киіну, әдемі киіну. Немесе үш бала. Бала кім? Бұл басыңқы сөзіміз бала болса, бұл бала санын нақтылап, даралап тұрған сөз үш, яғни неше бала? Үш бала. Сөз тіркесі құрамына қарай екіге жіктеледі. Бірінші жай сөз тіркесі, екінші күрделі сөз тіркесі. Жай сөз тіркесі құрамында екі ғана сөзден тұрады. Мысалы, үйде қалды, орындалған арман, кенеттен тоқтау, өнерлі бала, сыпайы мінез. Өздерін көріп тұрғандай, жай сөз тіркестері құрамында тек екі ғана сөзден құралып тұр. Күрделі сөз тіркесінің құрамында үш немесе одан да көп сөздерден құралады. Мысалы, телефон арқылы сөйлестім. Бұл жерде үш сөз арқылы тіркесіп тұрған күрделі тіркес. Немесе асығып, үсігіп, шыға жөнелу. Өздерің байқап отқандай, бұл жерде төрт түбірден құралған күрделі тіркес болып тұр. Көпір арқылы өтті. Немесе үйден кетіп қалды. Бұл жерде үш түбірден құралған күрделі тіркес болып тұр.
Сөз тіркесінің келесі түрі басыңқы сөздің қай сөз табына болуына байланысты анықталады. Басыңқы сыңары есім сөзден болған сөз тіркесін есімді тіркес дейміз. Мысалы, өнегелі өмір. Бұл жердегі басыңқы сөз өмір. Өнегелі не? Өмір. Яғни зат есімнен жасалып тұр. Сондықтан бұны есімді сөз тіркесіне жатқызамыз. Келесі, балаға мейірімді. Бұл жердегі басыңқы сөзіміз мейірімді. Балаға қандай? Мейірімді. Яғни сын есімнен жасалғандықтан бұны да есімді сөз тіркесіне жасаймыз. Есімді сөз тіркесіне жасайтын есім сөздер ол зат есім, сын есім, сан есім, есімдік екенін білесіздер бұрыннан. Келесі, басыңқы сыңар етістіктен болған сөз тіркесін етістікті сөз тіркесі дейміз. Мысалы, ерінбей еңбектену. Бұл жердегі басыңқы сыңарымыз еңбектену. Не істеу? Еңбектену. Етістіктен жасалып тұр. Сондықтан оны етістікті сөз тіркесіне жатқызамыз. Немесе үйге келу. Бұл жердегі басыңқы сыңарымыз келу. Үйге не істеу? Келу. Бұл да етістіктен жасалғандықтан етістікті сөз тіркесіне жатқызады екенбіз. Кім тапқыр әдісі арқылы есімді және етістікті тіркестерге арналған тапсырманы орындайық. Ол үшін үйшікке берілген мысалдарды дұрыс орналастыруымыз қажет. Қалың ой. Бұл жердегі басыңқы сөзіміз ой. Қалың не? Ой. Зат есімнен жасалғандықтан оны есімді тіркес үйшігіне орналастырамыз. Адамгершілігі мол. Басыңқы сөз мол. Адамгершілігі қандай? Мол. Сын есімнен жасалып тұр. Бұны да есімді тіркеске жатқызамыз. Сарай салғызды. Басыңқы сыңар салғызды. Не істеді? Салғызды. Етістіктен жасалып тұр. Сондықтан оны етістікті тіркес үйшігіне орналастырамыз. Келесі, ананы құрметтеу. Басыңқы сөзіміз құрметтеу. Ананы не істеу? Құрметтеу. Етістіктен жасалып тұр. Сондықтан оны етістікті тіркес үйшігіне орналастырамыз. Келесі, жақсы оқиды. Бұл жердегі басыңқы сөзіміз оқиды. Жақсы не істейді? Оқиды. Яғни етістік. Бұны да етістікті тіркес үйшігіне орналастырайық. Арман қала. Бұл жердегі басыңқы сөзіміз қала. Не? Қала. Қандай? Арман қала. Бұл да зат есімнен жасалғандықтан есімді тіркес үйшігіне орналастырдық. Сыртқы формасы сөз тіркесіне ұқсас болғанымен сөз тіркесіне жатпайтын сөздер де бар. Олар тұрақты тіркестер және күрделі сөздер. Сөз тіркесі болу үшін алдымен мынадай белгілері болу қажет. Сөз тіркесінің құрамындағы сөздердің әрқайсысы толық мағыналы болады. Екінші, сөз тіркесінің бағаныңқы және басыңқы сыңары болады. Үшінші, әрбір сыңары жеке-жеке сұраққа жауап береді. Мысалы, әдемі киіну, үш бала. Ал тұрақты тіркестер сөз тіркесіне ұқсас болғанымен өздігінен сөз тіркесі бола алмайды. Тұрақты тіркес бірнеше сөзден тұрғанымен бір ғана мағынаны білдіріп, бір ғана сұраққа жауап береді. Тұрақты тіркестер сөз тіркесінің тек бір сыңары болып табылады. Мысалы, жүрек жұтқан, жерге кіріп кете жаздау. Ал күрделі сөздер сөз тіркесіне сыртқы формасы ұқсас болғанымен өздігінен сөз тіркесі бола алмайды. Екі немесе одан да көп сөздерден тұрып, бір ғана сұраққа жауап береді. Күрделі сөздер сөз тіркесінің тек бір сыңары болып табылады. Мысалы, қара ала, қандай, бір ғана сұраққа жауап беріп тұр, бұл күрделі сын есім екен. Қызыл ала, бұл да екі сыңардан тұрғанымен бір ғана сұраққа жауап беріп тұр, қандай деген күрделі сын есім болады. Бүгінгі тақырыпты пысықтау мақсатында ойлан тап әдісі арқылы тапсырма орындайық. Ол үшін берілген семантикалық картаны смайлы қою арқылы дұрыс жауапты белгілеуіміз қажет. Берілген мысалдардан сөз тіркесін, тұрақты сөз тіркесін және күрделі сөздерді дұрыс анықтауымыз қажет. Бірінші, ағаш ат. Оны сөз тіркесіне жатқызамыз. Тіс жармау. Тұрақты тіркес. Суық жел. Сөз тіркесі. Жақсы көру. Не істеу? Күрделі етістік болып тұр. Қара көк. Қандай? Бұл да күрделі сын есім.
сіркесі су көтермеу тұрақты сөз тіркесі болып тұр. Бүгінгі сөз тіркесі туралы жалпы түсінік қалыптасты деп ойлаймын. Сөз тіркесінің түрлерін, оның сыңарлары туралы мағлұмат түсінікті болды деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.